Ол батырдың талантына тәнті болған көпшіліктің батасын берсін, жарқын болашағына тілекші болсын деді. Айналайын Шәкәрім, өзің тұрымтайдай ұлым болсаң, таудай туған ат еліңіздің есіміңе сай дарынды перзент болған артынан болсын. Егері Есенов университетінің құрметті профессоры Айтман. Ал бірінші ұлыстың ұлы күні құтты болсын, Амалай деген мереке жоқ, ұлыстың ұлы күні деген. Маңғыстауға міне 10 жыл бұрын келген екен, арасында пандемияға дейін бір келіп кеткен, бір жеке шаруамен өздеріңіз көргеніме қатты қуанып отырмын. Енді бұл жерге кездесу бір бөлек, мен енді өзім ойлаймын, Алла тағаланың бұйрығымен және Бекет Асан шақыруымен келіп отырмын. Сол Шәкәрімізді де атымыздың басына апарып рухани Solmay kalan, negeye yedim kalan, mümkün emes olmalı benim tuğanlarım. Aslında erkek şişesi çok bağlılar, Kuday'ın balası. Алматыда 135-ші гимназия. Ой, бәрекелді. Қаланың баласы, бірақ кинода кәдімгі ауылдың баласының рөлін жақсы болып шыққан екен. Атасының баласы. Ой, бәрекелді. Қай сабақтар жақсы оқисың мектепте? Сүйіп оқитын пәндерің қандай? Қазақ тілі, әдебиет, математика. Сабақтардың каникул басталды ма? Иә. Кезінде менің атым Қожаға түскен оқушы кейін естігенде естелікте айтады ғой сұхбатында, балалық шағым ұрланды деген сияқты өзінің де өкініші бар екен. Сенің де балалық шағың қызықпен, қуанышпен өтсін, осындай шаруаларға түсе бер, бірақ ешқандай өмірлік қызықтардан да қол үзбе, уақытты тиімді пайдалан деп өзімізше ақылымызды айтып қояйық. Шәкәрім туралы бір-екі ауыз айтайын. Болмаған болса фильм болып басталды деп старт бердік. Қазақ фильммен бірге түсіретін болғанымыз басында, сосын ордендерінің басқа барайын өзім өнер көрсетіп 800 балаға. Одан бөлек қазір шатырсы мүмкін, айтынның сұхбаты бар, сөз айтқан бір 2000-нен астам видео проба жіберді. Кәсіп өте қатты болды, мен болмаған қорқытқан жоқ. Артық шығармай екен, сол кезде бұлай сезіп қалды. Сол кезде оның бәрінің 800 бала ішінен іріктеу өте қиын ғой енді. Сөйтіп іріктеп кеп, мақсат рахмет әкесі білдірмей апарып қалай қосқан екен, айтпайды. Менің балам. Сөйтіп өтеді, Ақтөбенің бір баласы екеуі өтеді. Ақтөбенің бір сары баласымен кеше айтып отыретін, Тур енді бәрін жастар бір уақыт қойды, 10-11 жастағы балалар. Кілең сары, кілең бәрін менен алып өтті бәрі. Соңғы енді ол сөзіне түсіп, қайсеттегі сіздері бір жылда бүкіл қазақстандар болғансын естемесін. Мен өз ойлайтын, жалпы қазақ көбінесе бидай өтіп, мына қара торы келе өтіп, жоқ, құдайға шүкір, бар екенбіз сарыны. Мына жерде біраз сары жүзді адамдар көріп отырмын, мына Маңғыстаудың адамдар 60 жүзді деп айтқанда сенбеуші еді біраз екен. Комплимент көріп. Содан екі баланы режиссер алып келді, видеосын алып тұр ғой. Ана Ақтөбен баласы керемет талант деді. Жан Ақтөбен талант. Сен оқысат ішінде мамық. Шәкәрімге қарайды, екеуі де енді нетіп тұр. Екі сайын біреуін таңдау керек. Сосын режиссер маған қарап отыр. Оның ішіне қаңдырсақ болмау, мен айтпайсың, айналайын, бұның есі сенсің, болмаған болашақтың кинода персесін, автор сенсің, өзің танытсың, жоқ, аға ол сіз ойнайды, мен сіздің
негіз көрінбеп тұрды. Дәл бетімді өзі мен қарап отыр жүзімді қандай көз. Сосын екеуін қайтып қарайды. Бірге шәкәрімді жүрегім жылды екен. Бір ішінде бір екеуі де бір басқа қатысы болып шықты ғой. Қарасаңшы жүрген деген ғой. Соны бүйтіп қарап отырмын да мына бала айтып қуанып кетті. Режиссер айтты. Аға өте дұрыс таңдап жасадың. Осы баласы алып шығады деді. Бұл Алла тағала берген бала дейді. Қазаққа да Қалаға да Құдай қаласа өмір жасы ұзақ болсын, әлі қалай әрі дамиды ғой. Маған айтады, неге бұрын бұл фильмді еркелеп түсірмедіңіздер ма, бұрын еркелеп болмаған балаша жазды ғой, анау мен шәкәрім жүру керек еді. Осы дүниеге келген және шәкәріммен бірге ойнаған тағы кішкентай балалар бар. Дүниеде енді режиссер жақсы дейді. Балалар кино ойнауы қиын екен. Бірақ өздерінің жан Әлихан деген Закаев ойнаған бала, Шымкенттің баласы. Одан Сырғалым деген Динан өнер, Түркілерінің балғызын. Соңғы ұқсатып қалай тауылған еді. Шетінен әпәдем сүйкімді балалар. Мен үшін әлбетті ол автор үшін бақыт. Мына тенді жаққа алып бердім. Орын алып бердім де айттым. Қазір түсінде шығамын, жұлдыздарға қарап отыр десем. Ақылшаға жұлдыздар маған қарасын деп қойды. Телефон. Менің телефонымда болашақ аруақтардың аты жөндері, нөмірлері жазулы. Олардың ішінде ағаларым да бар, інілерім де бар азулы. Олардың ішінде қатал апаларым да бар, боталарым да бар мақтаулы. Дос қастарымның да, қарындастарымның да нөмірлері сақтаулы. Олар бір-бірімен хабарласып жатады, дабырласып жатады күні-түн. Олармен сөйлессем деген менің де бар үмітім. Ешқайсына қоңырау шалмаймын, сүйкей салмаймын өмірін. Сүйкей салсамшы, сұрай салсамшы көңілін. Олар да маған хабарласпайды. Қоңырау шалмайды кеңесіп, өздері ғана сөйлесе беретіндері не осы? Ешкім маған хабарласпайды. Мен ешкімге хабарласпаймын, о десе. Өліп қалған жоқпын ба, албасты басып мен осы. осындай оқшау ойлы өлеңдеріңіздің тағы болса? Енді тартын шықпасын. Оқшау. Түнде түсірген сахна ұлықтар. Сол алып өткен таңғы 6-ға жұмсадық. Ұйқы келеді, еще таңертең ерте алып кеткен ғой. Шәкәрім бұл әңгімені ешкім естімесін бізден басқа. Ана Кевин деген бала бар ғой, Айдомада өскен. Соған түнде түсірген рұқсат бермейді ғой мемлекеті. Ол жақта заң қатал ғой. Баланың қысы ғой, түнде демалыс болып қалады. Мына әңгімені біз естімедік, басқа ешкім естімеді. Аңызға түспей болып қалды. Түркілі тал қозғайды. Таңғы жайлы жоқ екен өлеңімізде. Талай өлең арнады терең күзге. Кемпір болсақ атқылап тұрам енді, бар бойы жұтып терең күзге. Жазбасыңды біз ертең көремізді. Жапырақ біткен шулайды өлемізде. Әп-әдемі маусыммен тамыз болдым, әр бұтаға қараймын өлемізде. Болатын тамыз енді болар еді. Күнсізбеге сауадан қарар еді. Тамыз болдық деп жүр бір күндері, тамызық болып кетпесек жарар еді. Түні бойы арбасып жасылаймын. Өлемізде өтем бе осылаймен, кімге керек түн қатып жүргеніміз көшелерді жолыққан тосын оймен. Бізге басқа қызық жоқ осы шақта. Танысық емес бақсыда, құшынашта, тамыздың бір қарасын келбеті жаз, көкжиегін көтерсең, іші басқа. Күзге қарай бұл талдар арықтайды, оны көрген қай адам қамытпайды. Өмірі селтеңбаймен өткен шалдар, алақ-жұлақ ойлайды, тамық жайды. Маңғыстау өлкесіне біздің университетімізге қош келдіңіздер. Мен негізі қойғалы тұрған сұрағым өзімнің сұрағым емес, Жанар Нұрнияз деген оқушы қыздың сұрағы еді. Бұл енді қазіргі атмосфераға сәйкес келмейді, сәл ауырлау сұрақ. Баласына жоқтық сезімін сыйлаған ата-ананы ақтап ала аламыз ба? Іс-әрекетін кешірген дұрыс па немесе қалай кешіре аламыз? Оларға қандай ақтау сөзін айта аламыз? Бізде негізі өте жақсы сұрақ, болмаған балалық шақ фильмін түсірген кезде
режиссердің толықтай еркіндік беріп, бұл сенің болмаған болсаң деп жаңа айттым ғой. Бірақ бір ғана талап қойдым. Талаптың өтініш жасадым. Мен анам ақтап берді, соны ақтап берді. Жалпы фильм сол үшін де түсірілген сияқты тұрады қазір. Бұл жерден қалай болмады артынан ақтау керек. Тағдыр деген адам қолында болмайды, ол Алла тағаланың жазған дүниесі. Басында түсінбейсің, ешкімде неге олай болып жатыр, неге олай болып жатыр, бәрін кінәлайсың. Кейін айналып келсең, кейін айналып келіп түсінесің ғой, осы болмаған балшықтан кітап жазу керек болды, кино түсіру керек болды, қазақтың жүрек жұмсару керек болды. Сол үшін соның басында түсіру керек болды, ол тағдыр. Ешкім кінәлі емес. Ол сол болмаған балшықтан 100% көркемдердің шындық қой. Сонда әр кейіпкер маған ұстады, бәрінен иіліп рахмет етемін. Өйткені солардың әрқайсысы сол бір ақырдың бір жерін тәрбиелеп шығарды. Сол себептен бұл жерде кінәлі ешкім жоқ. Бұл тағдыр қазақтың ішінде осындай бір шығармашылық керек болды. Ренжімеу керек, ол Құдайдың баласы болғанына қуану керек деп айтар едім. Құдайдың баласы отыр ғой. Ол енді артынан мен адам қанша өмір сүреді? 25 жас өмір сүреді. Қалған жүзге келетін болса, 75 жылы қалай өтеді ол белгісіз ғой мысалы үшін. Сондықтан кішкентай кезде өзі жалғыз қызық, Алла тағаланың сондай тағдыр бергенде оның жүрегін вакуумда салып қояды. Қорқайды көп нәрседен. Сөйтіп алып шығады, кейін тек қана Алламен бірге болады. Ол ең керемет нәрсе. Адам болған не ол? Сосын ата-ана деген ол сенің жаратушың емес, ол сенің бұл дүниеге әкелетін дәнекергені. Ол тіпті сенің қандай түнің қандай болатынын, жынысың қандай болатынын, мінезің қандай болатынын, тағдырың қандай болатынын білмейтін. Жайдан өзің сияқты жаратты деген. Жоғары жағынан қарасақ та енді. Сол себептен оған байланбау керек. Адамға байланбау керек, жалпы деп ойлаймын. Сәл ешкім басқа деңгейдегі әңгіме ренжімеңдер. Бір түсінбеуіміз қалай ол артынан деген ол ең қымбат адамдар деп. Әлбетте сөз жоқ. Бірақ сенің жаратқан, сенің материалдық кім жаратты, сенің рухыңды кім жаратты, сенің жаныңды кім жаратты. Соған ұмыту керек артында. Сен оны ата-ана деп айтуға келмейді ислам шариғаты бойынша. Бірақ негізгі түбегіміз сол ғой. Ал сенің ата-анаң оның ренжіме, ол негізі дүниеге келеді. Біз шын айтқан 4-ші ата-анамызды білмейміз ғой, 3-ші ата-анамызды білеміз ғой. Арқында кімдер бар, Құдай біледі оны. Соның бәріне бақтап, сөйтіп жүреміз бе, сен неге үйттің, неге қазақ болып тудың, неге бір шәкір сөз қылмадың, мен неге қиналдым деп ол емес қой. Ол кішкене сәл философский қарасақ, біз бәріміз өзі негізі бір ата-ананың баласы сияқтымыз. Дүниеге келген адамдар, келетін адамдар, жүрген адамдар. Біздің авторымыз біреу, соған ұмтылуымыз керек. Ағаға білемін. Sen hiç böyle demeyin. Soramazsın. Soramazsın. Bakan senin hayatın, yüzü bilgin, işte değil, baksın. Cinsiyete çok değil, insanlar. Sizlerin yürek olsağına. Bana babasın, dünyada kılası yok, ben yardım sevgisi sanamaz. Ben seni sevdiğim yapmayayım. Kanatsız arkasında kalktayım, senin arkasında. Olmanda şunuqtayım. Sen yoksan Allah'ın kanıqtayım. Men seni sağlamıyorum azap şegem, rozak ajak neге. Köteyim деп жалынын сағыстықта. Аяз болып көрмек тозақ.